Батыс Қазақстан облысындағы өз ісін жаңадан бастаған жас кәсіпкерлерге мал ұстау қиынға соғып отыр. Түлікті бағатын жер жоқ. Жайылымдылық пен шабындықтан тарыққан жас шаруалар енді мемлекет көмегінен үмітті. Өйткені Аманат партиясының араласуымен қазір пайдаланылмай жатқан бос жерлер кері қайтарылып жатыр. Енді осы қайтарылған жер мұқтаж азаматтарға берілсе, ата кәсіпті жаңғыртар жастардың қатары көбейереді дейді. Бұрыннан алып қойған жерлер жаңа шаруалар бар, бірақ олар жерді пайдаланбайды. Өздерінің малдары жоқ болғасын, жерді шабуға береді, содан пайдасын көріп отқандар да бар, шыны керек. Енді ол өте үлкен проблема, жаңа айтып отырық қой, ондай адамдар жерлерін қайтару керек. Біздер жастарды ауылға ұстап қалу үшін бір кәсіппен айналысу керек қой. Облыс бойынша 53 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылған. Халқының жартысына жуық ауылда тұратын Батыс Қазақстан облысында ауыл шаруашылығы саласы жақсы дамыған. Сондықтан азық-түлікпен қамтитын шаруаларға жағдай жасалуы тиіс дейді партиялықтар. Яғни 5 айдың ішінде Батыс Қазақстан облысының жер аманаты комиссиясы 100% біз жоспарымызды орындадық. Жер қайтарылды. Мен осы жұмысты атқара алмаймын. Оданша менің ауылымның басқа азаматтар істесін. Или менің қолым тимейді оған деген ертеңгіде жер алған азаматтар жерлерін кейін қайтарып жатыр.